екі түрлі қалыпта болады бізде. Біріншісі, мұсылман болғаннан кейін, намаздың парыздығына сенгеннен кейін, ол үшін қиямет күні сұралатындығына сенгеннен кейін дегендей оқып, жалпы парызды мойнынан түсіру үшін оқу. Парыз мойнынан түсті, бірақ намаздан кейін баяғы жартас, сол жартас. Ал Аллах Тағала Құранда намазды парыз еткенде «Инна солата танха анил фахшаи вал мункар» дейді. Расымен де намаз арсыз істерден және де шариғат теріс дейтін істерден, теріс істерден тыяды дейді. Мақсатын қойды. Намазды құр оқу үшін парыз етпедім дейді Алла Тағала. Намазды сені тазарту үшін парыз еттім дейді. Мұса пайғамбарға да Алла Тағала намазды бұйырған кезде «Ва ақимис солата ли зикри» дейді. Ей Мұса, намазды мені еске алуың үшін оқы дейді. Қараңыздар. Намазды мені еске алуың үшін оқы дейді. Біз намазда Алла Тағаланы еске алу үшін оқимыз ба? Мысалы, біреуміз мешітке кіріп келе жатырмыз. Сөйтіп, біреудің жағдайына қарадық, біреуді сөктік, немесе біреуге сөйледік, бір нәрсені дәлелдеген болдық, осындай нәрсемен келдік біз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: «Мән ата әл-масжида ли шейин фахуа хаззуху» дейді. Кім мешітке не үшін не нәрсе үшін келсе, күлді тапқан еңбегі сол дейді. Мешітке келген кездегі тақуалық жүректе болмаса, біз мешітте ананы сынап, мынаны сынап, сондай нәрсе істеуіміз мүмкін. Адам мешітке келген кезде күнәсін арқалап келгендігін есіне шығармау керек. Сендердің біреулерің мешітке келген кезде, намазға тұрған кезде дейді, «Юдағу зунубуху аля катифейхи» дейді. Қараңыздар. Сендердің көздеріңе көрінбесе де дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, намазға келген кезде күнәң дейді, арқалап келген күнәң екі иығыңа ва аля русихи, басыңның үстіне қойылады дейді. Сосын рукух жасағанда, сәжде жасағанда түседі дейді олар. Сен біл, не үшін келгенсің сен мешітке? Егер де біз сол күнә арқалап келгенімізді, шіркін-ай, сол күнәмнен қазір тазарсам ба деп келсем, мен ешкімге проблема жасамаймын. Біз тақуа сияқты келеміз да кейде мешітке. Бірақ шындап келген кезде, ол көбінесе өзімізді алдап жүрген нәрсе. Сондықтан, құрметті намаз деген нәрсе, ол сізді көптеген жаманшылықтардан, бізді көптеген жаманшылықтардан тыю үшін парыз етілген нәрсе. Сондықтан, әр намаздан кейін, мысалы, әр күнгі намаздан болмаса да, бір аптаның ішіндегі күнделікті оқыған намаздарымнан кейін менің бойымда өзгеріс болу керек. Егер ол өзгеріс болмаса, онда намаз тек қана мойнымнан түсіп атқан парыз. Ол намаздың мақсаты менің бойымда жұмыс істеген жоқ. Міне сондықтан оразаға келсеңіз, Аллах Тағала айтады: «Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Я айюхаллазина аману кутиба алейкумус сияму кама кутиба алаллазина мин qablikum лааллакум таттақун». Қараңыздар. Ей иман келтіргендер, сендерге ораза парыз етілді. Сендер ең бірінші емессіңдер дейді, ораза парыз етіліп тұрған. Сендерге дейінгі үмбеттерге де оразаны парыз қылғанбыз дейді. Міне енді сендердің кезектерің ғана келді. Сендерге де оразаны парыз қылдық. Мақсат не үшін деп сұрасақ, лааллакум таттақун, тақуалардан болуларың үшін дейді. Қараңыз, мақсаты қойылды да, тақуалардан болуларың үшін. Мақсатыңды түсін. Оразадан кейін сен мүлде басқа адам болып шығу керексің. Сол үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бізге мысал айтады. Кімде-кім жаңағындай ораза ұстаған болса, «Ваман лам ядағ қаула зури вал амала бихи вал жахла», кімде-кім жалған сөйлеуді доғармаса дейді ораза кезінде. Сол бір естіп алған бір сөзді іске асыруды доғармаса, білімсіздік доғармаса, яғни білімсіз бір қылықты істеуін доғармаса, «Ла хаджата лиллахи ан ядаға тағамаху ва шарабаху». Алла Тағалаға әсте қажет емес дейді, оның күні бойы тамақтан және судан тоқтағаны дейді. Қараңыз. Өйткені ең бірінші байланыс міне пайғамбарымыз айтып атқан. Жүректегі Алла Тағаладан абайлау сезімі. Бұл жүректің амалы.
абайлау деген нәрсе, Алла тағаладан сақсыну деген нәрсе. Не сондықтан біз түсінейік, әрбір парыз етілген нәрсе не үшін парыз етілген? Әрбір тыйым салынған нәрсе не үшін тыйым салынған? Бізді осы тақуалыққа тәрбиелеу үшін. Мысалы қажылықтың өзіне қарайтын болсаңыздар, Алла тағала айтады: әл-хаджу ашкуру мағлумат. Қажылық дегеніміз ол Зүлқағда және Зүлхижжа айларында, өздеріне белгілі айларда жасалатын құлшылық. Фаман фарада фихиннал хаджа, кімде-кім сол қажылық айында, жақында мысалы қажылыққа дайындалып жатыр адамдар, қазір жақында қажылыққа барады. Кімде-кім өзіне қажылық парыз міндетін атқаруды қалап жолға шығатын болса, сөйтіп қажылыққа кеп қалса, фала рофаса вала фусуқа вала жидала фил хадж. Бой ұсынбайтын бір қылық жасап жүрбесін дейді қажылықта. Қараңыз. Вала рофаса, сондай ақ бір арсыз, ұятсыз нәрселерге араласып жүрмесін дейді. Үшіншісі, вала жидала фил хадж, таласқаныңды мүлде көрмейін дейді қажылықта. Таласып, дауласып тұрған мінезіңді көрмейін дейді. Өш дейді қажылықта. Қараңыз. Өш. Жетеді осы күнге дейін құтырғаның. Өш, Алланың құзырына келдің ғой деп жатыр. Сондықтан қажылыққа шығатын кездеріңде ватазауаду, жол азықтарыңды, жол жабдықтарыңды алыңдар қажылыққа бара жатқан кезде дейді. Сөйтіп біз жаңағы чемоданымызды дайындап, күллі жол жабдықтарымызды сөмкемізге, чемоданымызға салып жатамыз. Яғни керек нәрселерді салып жатамыз өзімізге. Жолда мынау керек болады, мынау керек болады деген жабдықтарымызда. Сосын Алла тағала айтады: бір нәрсені ұмытып кетпе дейді алуға. Ол қандай нәрсе дегенімізде, жол азықтарыңды алыңдар. Фаинна хойру зади тақуа. Жол азықтарыңның ішіндегі ең қайырлысы тақуалық дейді. Қараңыз қайтадан. Тақуалықты алуға ұмытып кетпе дейді. Өйткені чемодан самолетта жоғалып кетсе, қайтып көтересің оның жоғалғанын. Тақуалық болмаса. Тақуалық деген нәрсе, сол нәрсені ұмытып кетпеңдер дейді. Ваттақуни, менен абайлаңдар, иман келтіргендер деп айтып жатырмын. Сондықтан әрбір істеп жатқан амалымыз, ұстап жатқан оразаң, оқып жатқан намазың, алып жатқан білімің, осының барлығы тақуалық деген амалда бойымызда қалыптастыруға жұмсалу керек. Егер біздің біреуіміз көп білім жинап алсақ, өте көп білім жинап алсақ, оқыған хадисіміз өте көп болса, жаттаған нәрселеріміз көп болса, көп оқыған болсақ, сосын Ибн Масуд деген сахабаның алдына келсек, сосын оған көрсетсек жаңағы оқыған нәрселеріміздің барлығын, Ибн Масуд радиаллаху анху айтады: Лайсал илму би касрати ривая. Білім сендегі көп риваяттармен өлшенбейді дейді. Қараңыз. Валакиннал илма бит тақуа. Алайда білім деген нәрсе тек қана тақуалықпен өлшенеді дейді. Көрдіңіздер ғой. Сол біздің көбімізде тақуалық деген нәрсе уайым болмағандықтан. Егер уайым болса, Алла тағала оны бізге бірте-бірте нәсіп етеді. Біз оны уайымдамағаннан кейін, біздің алған біліміміз көбінесе бір-бірімізбен дауласуға, таласуға, тіпті біреумізді қанша хадис оқысақ та ғайбаттап ататын кездеріміз болады. Мысалы айтайық, біреуді жамандап ататын кездеріміз болады, біреумен айқайласып ататын кезіміз болады, біреуге ашуланып ататын кезіміз болады. Міне соның барлығы біз үшін тақуалық деген уайым емес болып қалғанда. Мысалы біз қоғамда қазір көптеген жерде байқайсыздар, кейбір, мысалы айтайық, бойларыңызға қарасаңыздар, намаздың сыртқы форматы бар ғой, намаздың сыртқы формасы. Сол намаздың сыртқы формасы тақуалық деп ойланады. Сосын ойлайды, намаздың сыртқы формасы тақуалық деп. Негізінде ол тақуалық емес, бірінші орында тұрған. Өйткені Алла тағала намаз деген нәрсені ерекше сөйлеген кезде Құранда, мысалы Әл-Муъминун сүресіне қарасаңыздар, Алла тағала айтады: «Қода афлахал муъминун». Иман келтіргендер құтылды дейді. Яғни тозақтан жәннатқа қарай. Кім ол иман келтіргендер деген сұрақ қоятын болсақ, «Аллазина хум фи салатихим хошиғун» дейді.
әлгі намаздарында беріліп тұратындар дейді. Айтқан жоқ Алла тағала, әлгі намаздарында рукуғын жасаушылар, сәждесін жасаушылар, қиямын жасаушылар деген. Сыртқы форма күллілерінде бар дейді ол. Бәлкім өзгеше шығар дейді. Ана елдегі масхабтың, мына елдегі масхабтың. Бұл сыртқы форма дейді. Мен оған қарамаймын дейді Алла тағала. Инналлаха ла янзуру иля ажсамикум ва суарихим. Сендердің сыртқы бейнелеріңе, денелеріңе Алла тағала қарамайды. Валакин янзуру иля кулубикум. Бірақ Алла тағала сендердің жүректеріңе қарайды. Ва амаликум. Сондықтан намаздың өзегін көрсетті да, қай жерде деген кезде намаздарында беріліп тұратындар дейді. Қараңыздар, беріліп, кімнің алдында тұрғанын сезініп, соған сынып тұратындар деп жатыр да. Неге соны айтты? Әл-хушух деген сөзді айтты да. Екінші сифатында айтады. Иллал мусаллин аллазина хум аля солатихим даимун дейді о жақта. Намаз оқитындар әлгі намаздарында әрдайым берік болатындар. Әрдайым намазын уақытысында оқитындар дейді. Қараңыздар. Бұл тақуалық қай жақта тұр? Атқарылып жатқан форманың өзінде емес, жүрегінде. Жүрегің әрдайым оны сақтауға тырысады. Жүрегің намазда берілуге тырысады. Немесе Алланы еске алу үшін деп жаңағы Мұса пайғамбарға өсиет еткендей. Міне сондықтан осы тақуалық деген нәрсе, құрметті жамағат, біз үшін өте маңызды. Енді осы тақуалықты бойымызда қалай қалыптастырсақ болады деген бір сұрақ. Алланы танығаннан кейін Алланы қадірлеудің бір мінесі, қоғамға біз Алланы таныту керекпіз. Алланы сенің ісіңмен, мінезіңмен, осы нәрсемен танылады қоғамда. Мәміліңмен. Бір анау мусор төгілетін жәшіктердің қасында отырған кісінің өзіне барып мынандай бір айранмен нанды апара жатса, ол ешкімге керек болмай қалған адам. Бірақ саған керек болды. Өйткені Мұхаммедтің мектебінесің, саллаллаху алейхи вассалам. Бардым айран бердің. Сен неге алып келдіңіз бұны? Раббым бұйырған. Өзің секілді адамдарға қарап жүр деп. Қараңыз қалай қоғамда. Осы амалдар, құрметті жамағат, біздің өмірімізде ерекше дәрежеде орын алу керек та. Сонда біз Алла тағала дүниеде де, ақиретте де иншалла абырой болады.